Бисмилля. Селем достар. Айтайын дегенім, бүгін бізді көршіміз қонаққа шақырды, көршілерді. Сонда, яғни мен ол дастарханды түсіруге ыңғайсыздандым, әрине. Сосын былай видео түсіретінін де білген жоқпын, бірақ қонақтан шыққаннан кейін ойыма түсті, сақтап қояйыншы деген. Яғни қонақта отырғанда мен мүлдем пост осылай осы қонаққа барғаным жайлы айтамын деген мүлдем ойлаған жоқпын. Бұл пирогты да түсірген себебім, қызым осындай творожный пирог жасағанда қамыры мен ортасының начинкасы айырылып қала береді. Мына жерде қосылып тұр ғой, цементтеп қойған сияқты өте әдемі, машалла. Соны мен қызыма көрсету мақсатында әдемі болады екен, тағы да көру керек екен, негізі бәрінікі ажырамайды екен, біздікі ғана ажырап жүр, сондықтан бізге әлі де жұмыс істеу керек деген мақсатта түсірген тұғым алдымдағы мына пирогты. Ары қарай түсіруге де ыңғайсызданасың ғой, біреудің үйінде отырғансың. Міне бұл видеоны түсіріп жатқан себебім, ол жерде өте жақсы әңгімелер айтылды, өте түртіп алатындай, жазып қоятындай әңгімелер айтылды. Өкінішке орай бұрынғыдай мен қазір жазбаймын, ол да бір жалқаулықтан шығар қазір. Маған осылай аудио запистарды жазып қойған ыңғайлы. Бұрын тек өзім телефонымда сақтап жүретін тұғым, қазір енді сіздермен көпшілікпен бөлісуге шештім. Ол жерде енді өте маңызды нәрсе айтылғаны маған мынау әңгіме болды. Яғни бізде көбіне басымыз ауыратын жалуеміз дейді ғой, шағымданамыз ғой, барлығымыз, көпшілігіміздің басымыз ауырады. Әсіресе кішкентай 6-шы класста қызым жиі айтады, мама басым ауырады. И өзім де жиі басым ауырады. Соның бірден де бірнеше себептері бар ғой. Көбіне су жетіспегеннен да адам, шай немесе су жетіспегеннен бас ауырады әртүрлі. Тағы бір себебі ол көз тигеннен де бас ауырады екен адамның. Яғни айтқым келгені, ол біздің шашымыз бар ғой, шашымыз магнит сияқты бәрін тартып алады. Яғни оны алдында да мен оқыған, бұл жерде ультрафиолетовый сәулені шаш тез өзіне тартады дегенді. Ал енді адамның көз тигенді тартады, көз тигеннен бас ауырады дегенді енді естідім. Айтқым келгені, егер бастарыңыз ауырса, өзіме де бұл жерде сабақ басымыз ауырып жатса, осыл алу керек екенбіз. Осыл алсақ, басының ауырғаны кішкене кетеді екен. Яғни көз тиген кезде осыл алу керек қой. Көз тиген кезінде негізі адам, егер сен білмесең, кімнен саған көз тигенін, онда өзің қосыла аласың. Ал егер сен нақты білсең, мен осымен қонақта отырдым, қонаққа мысалы бір ғана Айгүлді шақырдыңыз дейік та, Айгүл екеуіңіз шай ішіп отырсыздар. Айгүл кеткеннен кейін Айгүл ой сізді мақтады, о молодец, керемет пісіріпсің, шашың әдемі болып кетті, бетің әдемі болып кетті, сондай мақтады да енді. Ол енді қатысым болады. Сол кезде сен содан кеткеннен кейін қатты басың ауырса, яғни Айгүлдің көзі саған тиді. Айгүлден сұрайсың, сен Айгүл дәрет алады, сосын дәрет алған суыменен сен толықтай басыңа құясың, сосын барып артынан қосыла алынып шомыласың. Негізі баяғыда ұстаздардың айтқаны сол. Егер сен көз тиген нақты адамды білсең, сол адамнан дәрет алуын сұрайсың деген. Соны дәрет алған суыменен, яғни бет аузы ғой бұл жерде. Әркім ары қарай өзі көп кетемін десе көп кете береді, қалай ол деп. Суыменен бір шайынып шығасың, сосын өзің артынан жақсылап жуынасың. Сол көзді кетіреді. Ал егер сен кімнен көз тигенін білмесең, онда өзің қосыла аласың. Сол маған қатты түртіп қойдым осыны. Түртіп алатындай. Сосын тағы бір түртіп алатын нәрсе, оппа деп жазып қойып керек деген нәрсе, ол сол жерде бір көрші айтты, бір-біріңді толық жақсы көр, мұсылмандар бір-бірін жақсы көргенше толық иман келтірілмейді деген хадис бар деп. Оны да алдында білетін тұғымыз, мұсылмандар олар бір дене сияқты, яғни бір-біріне бауырлар деп. Бірақ қатты мән бермедім осы айтылғандарға, яғни мән бермегенім, өйткені мен жек көрдім. Кейбір адамдарды, сондай кейбір мұсылмандарды әрекетіне, амалдарына байланысты оларды кәдімгідей мен жек көрдім. Соны енді түсініп тұрмын, соншалықты қатты жек көруге болмайтынын. Осы айтқым келгені, бұдан да басқа көп нәрселер айтылды, бірақ мен үшін қазірге ең маңызды сол жерде отырғанда түртіп қоюға керек нәрсе осы болды. Сағыздай созып мұжып кетсем кешірім сұраймын. Яғни мен сондай кәсіби блогер емеспін. Нақты айтып тастайтын, Алла қаласа оған да жететін шығармыз.